Қазба жұмыстары осыдан бір ай бұрын басталған. Сол уақыт ішінде 500-ден астам артефакт табылды. Арасында көп жерде кездесе бермейтін экспонаттар да бар. Зерттеліп жатқан тұрақ Краснояр ауылдық округінің маңайында орналасқан. Археологтар бұл қоныста 70-ден астам тұрғын үй болған деп болжап отыр. Бүгінде оның екеуі ғана қазылған. Осы 160 квадраттық метрді алдық. Биылғы жылы осы әрбір квадрат 10 сантиметрден алынып отырады. Ботай мәдениетінде, олардың үйлері 8 қырлы болатын, 8-6 қырлы болатын. Қазіргі қазба жұмыстарының ерекшелігі, яғни бұл тұрғын үй мен шаруашылық құрылыстың бір-бірімен жақын болуы және олардың бір-бірімен байланысы туралы біз қазір соны зерттеп жатырмыз. 40 жылдан астам уақыт бойы зерттеліп келе жатқан Ботай мәдениетінің ашылмаған сыры әлі де жетерлік. Краснояр ауылдық округінің осы дәуірдегі мекенге жататыны бұрыннан белгілі. Алайда толыққанды қазба жұмыстары биыл ғана қолға алынған. Қызықты деректер көп. Бұл ескерткіш Ботай мәдениетіне деген көзқарасты түбегейлі өзгертіп, археология ғылымындағы көптеген түйіндерді тарқатуға сеп болмақ. Мысалы, ел арасында энеолит дәуірінде өмір сүрген адамдар тек жылқы шаруашылығымен айналысқан деген стереотип бар. Археологтардың айтуынша бұл қате пікір. Оның айқын дәлелі мына қоныс. Обнаружены уникальные артефакты, например, костяной гарпун. Биыл бірегей артефакттар табылды. Соның бірі сүйектен жасалған гарпун. Ол осыдан 6000 жыл бұрын өмір сүрген ата-бабаларымыздың балық аулағанын дәлелдейді. Яғни ботайлықтар бір емес, бірнеше шаруашылықпен айналысқан. В ходе раскопа поселения энеолитического периода Краснояр ауылдық округінің маңайында орналасқан қоңысты зерттеу барысында сүйектен жасалған пышақ таптық. Мұндай артефакт сирек кездеседі. Пышақ екі жағынан өңделген, ұстайтын жері бар. Мұның барлығы сүйектерді тегістеу кезінде жасалды. Бұл ботайлықтардың аңшылықпен айналысқанын дәлелдейді. Ботай мәдениет емес, Ботай өркениеті дейтін кез келді. Бұл археологтардың пікірі. Себебі қазіргі кезде кең қолданып жүрген құрал-жабдықтардың көбі осы энеолит дәуірінен бастау алған дейді мамандар. Ұмсындық Наурызбаева, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.